Я по натуре не толстовец. Буду давить! Қайырлы кеш достар, бұл дәл қазіргі сәт, түнгі сағат 12, айгүл енді босады, үй жағына келдік. Менде андай бір кішігірім конкурс болатын, менің звугыма, получается, әніме видео сүресіздер, қайсың кімге обсуждаемый или бір лайк көп, сондай болып кетеді, сол кісіге подарка беремін деген болатынбыз, 100 000 теңге. И эфирда да айттық оны, сол айгүлдің үй жағына келдік. Каспимен берсек, ондай қатты бір кішкене болмай қалатын еді, сол үшін жылой берген дұрыс деп ойладым. Иә. Әдемі. Получается, мына жерде андай бүкіл купировать жинап келдім. Қазір мынандай 5 000 теңге кер шыққан екен, мынандай таза 10 000 теңге кер шыққан екен. Соның бәрін жинап 20 000 теңге жоқ екен. 20 000 теңге мен кішкене болмай тұр енді. Ренжіме. Өзің кейін көріп жатасың. Мына жер 100 000 теңге. Бір санап алсаңыз да болады, сенбесеңіз. Жоқ, енді сенемін сізге, санамай ақ қояйын. Рахмет. Сол достар, қатысып жүріңіздер. Мен ән айтамын. Скоро бұйырса бір ән шығарамыз. Сол әнге ең көп лайк жинаған адамға 1 миллион теңге беретін боламыз. Алматы қаласында болсаңыздар, өзіміз ерінбей қастарыңызға келіп миллион беретін боламыз. Болды ғой, түсіріп тұрып па. Көресіздер ғой, енді ол кезде кішкене конкуренция бола көп болатын шығар. Дальше қаққа келдік? Центрға келдік. Площадьта елканы көрелік деп келдік. Бұл жақта мама менен бұл старший брат. Вот, Бишкектің елкасы. Менгі 39-40. Бұл біздің мама. Старший брат. Екінші байкемнің айылы. Новогодний подаркаларын алып. Жырғап отыр. Гүйесін күн қарап жүреді. Вот. Ай, молодец. Тамақтануға келді. Қазір бізде завтрак, обед, ужин болып жатыр. Өзіме, как всегда, осылай көп тамақ беріп, әркім өзінің объемына қарай жеп жатыр десеге. Ал енді ас болсын.